Сәлеметсіздер ме, құрметті менің балықтар белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап қыркүйек айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең бастысы сіздердің асцендент белгілеріңіз, оны білесіздер, мен әр видеоларымда айтамын. Асцендент белгілеріңіз бойынша да қараңыздар. Менің жұлдызнамаларымды 50-50 қараңыздар. Егер асцендент белгілеріңізді білмесеңіздер, астында инфобокста Instagram, Telegram каналдарым көрсетілген. Сол жерде ссылка тұр, сол ссылка арқылы өтіп, тіркеліп, маған жазсаңыздар анықтап беретін боламын. Көп көрермендерім тіркелмей көреді екен менің видеоларымды. Егер сіз тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып қойыңыз. Сіздер үшін осы қыркүйек айы қандай болмақ? 2-ші қыркүйектен бастап сіздің бұрынғы араласқан ортаңыз, немесе бұрынғы араласқан достарыңыз пайда болуы мүмкін. Сіздерге хабарласып, хал сұрасып дегенде сіздермен араласқысы келуі мүмкін. Немесе сіздің бұрынғы бір проекттарыңыз, бұрынғы арман тілектеріңіз ойыңызға түсіп кетуі мүмкін. Соларды жүзеге асыру мақсатында сіздер қозғалыс жасауыңыз мүмкін. Яғни сіз бұрын қойған бір арманыңыз, тілегіңізді орындауыңыз мүмкін. Немесе сіздің қойған арман тілектеріңіз осы қараша айының 20-сына дейін орындалуы мүмкін. Яғни сіз сол өзіңіздің қойған арман тілектеріңізді жүзеге асыратын боласыздар. Одан кейін 3-ші қыркүйек күні жаңадан ай туады. Жаңа ай туған кезде мен айтамын, бір жаңа энергия бөлінеді вселеннаядан. Осы кезде адам қанаттанып, қанаты пайда болғандай сезімде болады. Сіздердің маңызды ойыстарыңызда болады. Бұл қарым-қатынас ойысы. Яғни сіздерде қарым-қатынасыңызда қандайда бір жаңа этапқа өтуіңіз мүмкін. Немесе сіздерде жаңа танысулар болуы мүмкін. Осы моментте енді бұрыннан кездесіп жүрген адамдарда қандайда бір этап басталуы мүмкін. Сіздер мүмкін үйленуге шешім қабылдайсыздар, сондай бір ситуациялар болуы мүмкін. Және де напряженный ситуацияларда болады, өйткені сіз өзіңіздің партнеріңіздің бойындағы қандайда бір қасиеттерін ұнатпау, кішкене раздражение, түзету деген сияқты мәселелер болуы мүмкін. Сіз осы кезде өте кірпияз болуыңыз мүмкін. Каждый бір нәрсеге түрте бересіз, тисе бересіз, сондай болуыңыз мүмкін. Сөйтіп өзіңіздің бағыңызды да қашырып алуыңыз мүмкін. Өзіңізге ұнайтын адам болса, сіз жаңағы кешке дейін тисе беруден, түрте беруден кішкене тыйылуыңыз керек. Егер өзіңіздің қарым-қатынасыңызды сақтап қалғыңыз келсе. Одан кейін 5-нен бастап сіздерде романтикалық период басталады. Сіз өте эмоциональный боласыз. Осы кезде сізге жасалған қандайда бір жесттар сізді прям жылатып жіберуі мүмкін. Сіз соншалықты эмоциональный боласыз. Сіз жаңағыдай өте ішкі отыңыз жанатын болады. Осы кезде отыңыз жанып тұрады. Мүмкін сіз сюрприз жасауыңыз мүмкін өзіңіздің сүйіктіңізге. Яғни сіздер осы кезде романтикалық, эмоциональный периодтан өтетін боласыздар. Енді кейбір адамдардың балалары бар адамдар болса, сіздерде активно балалардың жұмысына переключация етуіңіз мүмкін. Яғни балаларыңызбен көбірек уақыт өткізіп, көбірек солардың жұмысымен, солардың эмоционалдық жағдайына қарап, көңіл бөліп, көбірек сөйлесіп деген сияқты іштей ашылып, өзіңіздің балаңызбен ашық сөйлесуге тырысыңыздар. Оның ішінде не нәрсе бар, оның ішкі көңіл күйі қандай, ішкі состояниясы қандай, сол нәрсені қазбалауға тырыссаңыздар, өте керемет кезең. Одан кейін 6-сы мен 14-ті аралығында напряженный конфигурация болады. Енді бұл жерде сіздер өзіңіздің қарым-қатынасыңыз, өзіңіздің отбасыңыздағы қарым-қатынастарда қандайда бір напряженный ситуациялар болады. Бірақ сол напряженный ситуациялардың арқасында сіздердің жаңағы отбасылық бірліктеріңіз ұлғая түсетін болады. Яғни отбасылық бірлік, отбасылық жақындық сіздерде ұлғаятын болады. Қандайда бір ситуациялар болса, ұрыс керіс, сіздің ішіңіздегі бір қандайда нәрсе болса, шығара алмай жүрген, сіз міндетті түрде осы кезде сол нәрсені конфликтқа жеткізбей, өте грамотно айтуыңыз керек. Ол мейлі күйеуіңізге болсын, немесе сізбен бірге тұратын басқа адамдар болсын, ата-енеңіз болсын, немесе сіңіліңіз,
анаңыз болсын, үйленбеген жан болсаңыз, анаңыз болса, әкеңіз болса, яғни өзіңіздің ішіңіздегі нәрсені айту маңызды. Осы кезде сіз сол нәрсені шығарған кезде өзіңіздің недовольствоңызды, сіздің ары қарай отбасылық өміріңіз жақсаратын болады. Одан кейін 9 мен 26 күні сіздерде қандай да бір құжаттарды рәсімдеу процесі болуы мүмкін. Мүмкін сіз тұрмыс құрасыз, соған байланысты құжат алуыңыз мүмкін, неке куәлігін алуыңыз мүмкін, немесе жаңағы ЗАГСқа баруыңыз мүмкін, заявление беруіңіз мүмкін, өтініш, сондай бір жұмыстар болуы мүмкін. Немесе сіздің жұмыс партнерларыңызбен қандай да бір қол қою, келісім шарт, өзара келісу, соны қағаз бетіне түсіру деген сияқты жұмыстар болуы мүмкін. Мүмкін сіз жұмысқа тұрасыз, сол мәселесінде сіз договор жасауыңыз мүмкін жұмысыңызда. Сондай мәселелермен жүресіз. Одан кейін 15 мен 17 аралығында сіздер қатты агрессивный болуыңыз мүмкін. Сіздің агрессияңыз именно ақша мәселесінде шығуы мүмкін. Яғни ақшалай бір проблемалар болуы мүмкін осы 2 күн аралығында. Мүмкін сізге бір нәрсе алу керек болады. Сол мәселесіне напряжение тууы мүмкін. Сізде жоспарлаған нәрсеңізді ала алмай қалуыңыз мүмкін. Осы моментта сол кезде сіздерде қандай да бір агрессия шығуы мүмкін отбасыңыздағы адамдарға. Одан кейін 19 күні бізде айдың тұтылуы болады. Бұл осы айдағы ең маңызды аспект. 2 күні күннің тұтылуы болады. Яғни біз 2 апталық коридор затменияға кіретін боламыз. Енді затмение деген бізде өте маңызды, өйткені бұл алдыдағы 2 жылдық өмірлік тенденцияны білдіреді. Енді бұл балықтар үшін өте маңызды, өйткені сіздің белгіде болады бұл айдың тұтылуы. Сіздердің бірінші секторларыңызда болады. Яғни алдыдағы 2 жылда сіздерде өзіңіздің ішкі жағыңыз, яғни сіздің өзгерісіңіз басталады. Мысалы, балықтар белгісінің маскалары көп, жаңағы роль, маска демейінші, рольдары көп. Мысалы, сіз анасыз, мысалы, сіз жұмыс істейсіз, мысалы, сіз ағасыз, мысалы, сіз біреудің әпкесісіз, немесе біреудің қызысыз. Сіздің роліңіз көп, сіз әйелісіз біреудің, немесе күйеуісіз. Яғни сіздің осы өмірдегі роліңіз көп. Кейде сіз өзіңіз шатастырып аласыз, роліңізді, кім екеніңізді шатастырып аласыз. Міне, уақыт жетті, және Сатурн планетасы да сіздердің белгілеріңізде, және сол жерде осы айдың тұтылуы болады. Сіздерде на эмоциональном фоне өзгеріс болады, түсінесіздер ме? Яғни сіздер үшін бұл өте маңызды затмениялардың бірі. Бұндай затмения 200 жылда бір рет болады. Сондай өте сирек болады да, сондықтан бұл өте маңызды, сіздердің белгіде болып жатыр. Яғни сіздер осы кезде осы өмірдегі өзіңіздің орныңызды іздейтін боласыз, орныңызды табасыз. Яғни өзіңіздің қай масканы киетініңізді таңдайсыз ғой, былайша айтқанда. Роліңізді сіз определять ететін боласыз. Яғни сіздің қоғамда кім екеніңіз, сіздің не істейтініңіз алдыдағы жылда определяция ететін болады. Яғни сіз үшін өте маңызды. Сіздің өсуіңіз, дамуыңыз, өзіңіздің қалыптасуыңызға өте маңызды затмениялардың бірі. Сондықтан сіздерге қатты әсер ететін болады. Сіздерде қандай да бір трансформация болады міндетті түрде. Ішкі арпалыс төңкеріс болады ғой, былайша айтқанда. Ішкі жан дүниеңізде төңкеріс болып, қайтадан жаңадан шығасыз ғой, феникс сияқты шығасыз, короче, сіз. Осы 2 апталық периодта ешқандай маңызды шешім қабылдамаңыздар. Егер сіздерге осы кезде бір ұсыныстар түсіп жатса, ойланыңыздар. Міндетті түрде жоқ деп айтып үйреніңіздер. Көбінесе балықтар белгісі жоқ деп айта алмайды. Сондықтан осы периодта жоқ деп айтыңыз, өйткені егер сіз қате шешім қабылдап қойсаңыз, ол шешімнен ұзақ уақытқа дейін арыла алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан осы кезде қабылданған шешімдер ұзақ уақытқа дейін кетеді. Дұрыс шешім қабылдауға тырысыңыздар. Екісінен кейін қабылдауға тырысыңыздар. Ойланыңыздар, толғаныңыздар, екісінен кейін қабылдаңыздар. Бірақ егер 24 мен 29 аралығында анау сәуір айынан бері қалған жұмыстарыңыз, проекттарыңыз, жобаларыңыз болса, ол нәрселерді жалғастыруға, солар бойынша шешім қабылдауға болады, Ал егер жаңа түскен нәрселер болса, онда ойланыңыздар. Бірден асығып кетпеңіздер. Одан кейін 22 күні күзгі күн мен түннің теңелуі болады. Яғни біздің солтүстік жарты шарымызда күз басталады.
Бұл сіздердің 8-ші секторларыңыз болғандықтан қаржы секторларыңыз қандай да бір қаржыңызға байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Сіздің қаржы секторыңызда доходтар болуы мүмкін, мүмкін сіздерге қосымша ақша түседі, мүмкін сіз қосымша жұмыс істейсіз, сондай бір өзгерістер болады. Мүмкін сіздің күйеуіңіз көбірек ақша табады, өйткені сіздің күйеуіңіздің қаржы секторы бұл. Яғни күйеуіңіз сізге ақша беруі мүмкін, немесе әйеліңіз, яғни сіздің партнерларыңыздың ақшасы мүмкін, сіздің партнеріңіздің жолы болады. Міне достар, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.